Саған еркектердің вниманиясы жетіспей жатыр ма деп жатқандар, маған емес өздеріңнің тілдерімен айтқанда біздің еліміздегі ер азаматтарға внимания жетіспей жатыр. Кешегі ашаршылық кезінде 3,5 миллион шамамен қазақтарымыз аштан қырылып өлген, оның ішінде қаншамасы тұқыммен жойылып кеткен. 45 жылы соғыс кезінде тек қазақтардың өздері 1,200,000 адам соғысқа аттанып, оның қаншасы өліп, қаншасы із-түзсіз жоғалып кеткен. Оның да көбісі ер азамат. Кешегі 37 жылы қуғын сүргін кезінде де білесіздер, 100 мыңдаған адам қуғынға ұшырап, 25 мыңы біздің зиялы қауымдар, оның да ішінде көбісі ер азаматтар, халық жауы деп атылып кеткен. Кешегі желтоқсан кезінің өзінде де қаншама қазақтарымыз, жастарымыз қырылып отыр. Қазірдің өзінде түрмеде 32-37 мыңдай шамамен қазақстандықтар отыр екен. Оның 90% да біздің ер азаматтарымыз. Қанша жас балдарымыз әскерге аттанып, аман барып, табытпен оралып жатыр. Мектептің өзінде жасөспірім балалар бір-бірлеріне әлімжеттік жасап, бір-бірін өлтіріп қойып жатыр. Ең сорақысы, соның көбісі ажырасқан отбасынан шыққан балалар екен. Одан қалса қаншама отбасылы азаматтарымыз заң әйелдердің жағында болғанның кесірінен әйелдердің құрбаны болып жатыр. Біз онсыз да кеше соғыс пен ашаршылық кезде қаншама қазақтарымыздан, қаншама азаматтарымыздан айырылды. Енді аяман күн тыныштық кезде ер азаматтарымыздың сағын сындырып, рухын өлтіріп жатырмыз. Біз осылай, дәл осылай кете беретін болсақ, бір күні қазақ деген ұлтты жойып тынатынымыз белгілі. Неге біз өзіміздің қара басымыз үшін өмір сүреміз, қыздар? Сіз қанша күйеуіңізді жаман көрсеңіз де, жек көрсеңіз де, балаңызды жақсы көретініңізді көрсет, балаларыңызды тірі жетім өсірмесеңіздерші. Сол баланың орнына өзіңізді қойып көріңізші. Ата-анаңыз ажыраспақ түгілі, жай өмірдің өзінде әкеңіз өмірден өтіп кетсе, қандай жағдайға түсесіз? Өзегіңіз өртеніп күйіп кетпейсіз ба? Осыдан кейін мен баламды жақсы көремін, балаларым үшін өмір сүремін деп айтпай-ақ қойыңыздар. Баласын жақсы көретін ана баласын тірі жетім етіп, күйеуін жылатпайды.